Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен біз осындай дәмді капкейктерді дайындайтын боламыз. Алдымен менің арнама жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Ең алдымен бізге керек заттар сары май, қант, ұн, разрыхлитель, сүт және де жұмыртқа қажет болады. Ең бірінші сары майды жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Содан соң қантымызды саламыз. Және де тағы да миксерлейміз. Сіздер нақты қанша грамм қажет екендігін описание бөлімінен таба аласыздар. Қант шашырамас үшін алдымен осылай миксерді қоспай тұрып бір араластырып аламыз, содан соң ғана миксерлейтін боламыз. Содан соң 2 дана жұмыртқаны саламыз. Сүтімізді құямыз. Осы кезде қалауларыңызша ванилин қосуға болады. Және де тағы да миксерлейміз. Бізде оның үстінде разрыхлитель бар. Соны қасықтың көмегімен жақсылап араластырамыз да ситадан өткізіп, бірнеше бөлікке бөле отыра массамызға салып миксерлейтін боламыз. Бізде осындай керемет тесто пайда болды. Енді осыны формаларға саламыз. Алайда мен формаға салмас бұрын кондитерлік мешокқа, қалтаға, яғни тестомызды салып, сол арқылы формаларға құйып шығатын боламын. Бұл сол кезде сіздің аз уақытыңыз алады және де қасықпен салғанға қарағанда тиімдірек болады, бірақ ол өз қалауыңызша. Бізде капкейктерге арналған 2 түрлі ыдыс бар. Біреуі осындай қағаз болады, екіншісі қаттылауы болады. Алайда өкінішке орай менде қаттылау түрі қазір жоқ, сондықтан қағаз түріне қарай пісіре беремін. Алайда қағаз түріне пісірген кезде міндетті түрде формаға салып пісірулеріңіз қажет. Ал егер де сізде қатты түрі болса, онда формаға салудың қажеті жоқ. Осылай барлығына да салып, тестімізді құйып шығамыз. Тестіні қатты толтыру қажет емес, өйткені бізде ол өте жақсы көтеріледі, сондықтан тек жартысынан сәл ғана асырып құйсаңыздар жеткілікті.
Енді біз крем дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге крем-чиз дайындау қажет. Менде қазір осы жерде сливочный сыр мен творожный сыр араласқан. Сіздерде егерде сливочный сыр болмаса, яғни маскарпоне, онда тек қана творожный сырдан жасауға болады. Ең алдымен осы сырға біз қант ұнтағын саламыз. Негізі қант ұнтағын ситадан өткізу қажет. Содан соң осы екеуін жақсылап миксерлейтін боламыз. Бізде осылай миксерленді. Содан соң сливкиімізді құямыз. Сливкиімізді құйып, тағы да қою болғанша дейін араластыру қажет. Алайда кремнің іріп кетпеуін қадағалау қажет. Көп араластырып қойсаңыздар, крем іріп кетуі мүмкін. Бізде осындай керемет өзінің формасын жақсы ұстайтын крем шықты. Сіз осындай консистенцияға дейін жеткенге дейін ғана миксерлейтін боламыз. Мен осындай насадка қолданатын боламын. Бұл набордағы насадка, сондықтан оның номері жоқ. Егер де сіздерде 333 деген насадка болса, соны капкейктерге қолдануға болады. Енді біз осылай кондитерлік қалтаға кремімізді салып, видеода көрсетілгендей капкейктердің сәндейтін боламыз. Негізі кремнің үстіне әртүрлі жеміс-жидектерді немесе посыпкаларды сеуіп сәндеуге болады, бірақ менде бүгін классикалық түрде ғана сәндеу жұмысы болды. Енді бізде осындай капкейк шықты. Осының қағазын алып кесіп көреміз. Сіздерде де бір жасағаннан шығады деп сенемін. Өте дәмді болып шығады. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.